қаласының тұрғындары, қала қонақтары, қала күн мерекесін тойлау әлде жалғасуда. Бүгін Орал қаласы әкімінің жүлдесі ойнатылды. Жайдарман ойындарынан Қазақстанның түкпір-түкпірінен командалар келуде. Соның бірі Маңғыстау облысынан келген Боранқұл жайдарман тобы. Ассалаумағалейкум. Қош келесіздер. Ойынға жалпы көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз жақсы. Қалай? Көңіл күй өте жоғарғы деңгейде. Күшті. Қосылады, бәрекелді. Маймыл дейді, майчқан дейді, сасқызен дейді. Кемпір сол жаңа шайып кетті ғой. Дайындықтарыңыз қалай жалпы? Былтыр қателеспесем сіздер алдыңыздар, Орал қаласы әкімінің кубогының былтырғы чемпиондары Боранқұл жайдарман тобы. Қазіргі дайындық қандай? Қазіргі дайындық жақсы, енді былтыр алғасын тағы да алу керек деп жұмыстан ойнап жатыр. Сендер қалай ойнап жатсыңдар? Бізде тоже самый басқа балдар келді менің қасымда десек. Біздер алуымыз керекпіз. Потому что біз Оралдан, Атыраудан, одан алда өзеннен ұтылып бардық. Жүлдесін алдыңыздар, да? Рахмет, құрметті жігіттер. Сіздерге сәттілік. Оқасы жоқ, сендерді? Мынау қосылады. Орал қаласы әкімінің жүлдесіне таласуға келген тағы бір команда, қонақ команда Алматы қаласынан келген Юсуф Мирауылының қарындастары. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Қалай жеттіңіздер? Ойын қалай ұнап жатыр ма? Қалдарыңыз жақсы, ойын ұнап жатыр, бәрі жақсы керемет. Орал қаласы ұнап жатыр ма? Иә, Орал қаласы өте Орал қаласы тарихқа толы қала болғандықтан бізге өте қатты ұнады. Былайша айтқанда кішігірім Астана болып танылды бізге. Қызықты жерлерін уақытымыздың жеткенше аралап көрдік. Қай жерлерге бардыңыздар? Қай жерлер ұнады? Паркке барып, бір өзеннің бойымен, қайықпен, жоқ шайық емес. Басқа өзен бар. Жаңа осы жақын арада қандай сол паркты көрдік, сарай, салтанат сарайын көрдік. Бәйтерек супермаркетке. Астанаға сыйлаған ескерткіштеріңіздің орнына қойған үш ескерткіш Әлия, Мәншүк және Қиуас. Осы кісілердің ескерткішінде көріп қайттық. Келді, Орал қаласы өте ұнаған екен айтуларынша. Жаңа ғана ойнап шықтыңыздар. Сезім қандай? Зал қалай қабылдады? Ойларыңыздан шықты ма көңілдеріңізден? Зал өте қонақжай екен. Ол кісілер ыстық лебізбен жақсы демеу көрсете білді бізге. Шыны керек, осы батыстан ең бірінші қаламыз болғандықтан бұндай демеу күткен жоқ болатынбыз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Рахмет. Сәлем. Есіңіз кім болады? Менің есімім Ержан. Мен Махамбет өтеміз БХМУ, яғни БХМУ мен Жаңғырхан атындағы агротехникалық университеттің екі құраманың, біріккен құраманың, яғни талант құрамасының ойыншысы. Қалай өтті ойыныз? Бұлай жалпы өзімізге ұнады, болды енді кішкене сәттер. Енді бұлай жалпы өз ойымыздан шықты, өте жақсы ойнадық деген ойдамыз. Барша оралдықтар сіздерді қала күнімен шын жүректен құттықтаймын. Талант құрамасы шын жүректен құттықтайды. Қала күні құтты болсын, қаламыз өркендей берсін, дамый берсін. Дайындықтарыңыз қалай өтті? Дайындық бізде енді арнайы жоба болғаннан кейін ондай қатты бір дайындықта болған жоқ. Өйткені өзіміздегі осы әр арнайы жобаларда, осы республикалық деңгейлерде эфирге шықпай жүрген жалпы әзірлерді біз топтамасын жасап, арнайлап дайындап алып келе жатырмыз. Енді қатты бір дайындықта қажеттілік етпейді. Қызылорда құрамасы өтті, негізі 10 шақты баладан тұрады. Просто мына жерде ақшаның жеткені осы 4 бала десе. Барша оралдықтарды әсіресе мынау сыр елі, жыр елі биыл Қызылорда қаласында бізде 200 жыл. Арнайы осы 200 жылдық қарсаңында Қызылорда қаласында түрлі бағытта шаралар өтіп жатыр. Соның бірі мінекей сіздерде де осындай бір арнайы
республикалық деңгейдегі қала күніне орнай шара жайдарман өткізіп жатыр екенсіздер. Өте тамаша, барша оралдықтарды шын жүректен қала күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қалаларыңыз өркендей берсін, өсе берсін, көркейе берсін. Біздердің енді облыстың, аймақтың басшысы 2017 жылы сіздерді республика бойынша әкімдер арасында бірінші орын алса, 2018 жылы Орал қаласы бүткіл республика бойынша қалалар арасында бірінші орынды алсын деген ниетіміз бар. Рахмет.